Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол кондитерлік өнімде өте кең қолданылады. Керек заттар описаниеда толық жазылған. Оған бізге керек ингредиенттер: қант, сары май, ванилин, кукурузный крахмал, ұн, бір жұмыртқа және сүт. Ең алдымен қантты, жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Осындай ыдыс аламыз. Асты қалың болу керек. Біз одан кейін бұны газға пісіреміз, отқа. Қантты саламыз, жұмыртқаны саламыз, жақсылап езіп аламыз. Венчикпен істесеңіздер болады. Ванильный сахар немесе ванилин саламыз, иісі керемет болу үшін. Кукурузный крахмал саламыз. Мұны өзіңізде қалауыңыз бойынша салмай қойсаңыздар да болады. Және ұн. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі ғып араластырып алдық. Енді мұны отқа қоямыз. Отқа қоямыз, астын жағамыз. Біздің сүт ыстық болып тұрғаны жақсы, өйткені ол тез піседі, сонда тез крем жасалынады. Егерде сүтіңіз суық болса да болады, бірақ ол кішкене уақыт алады. Және араластырғанда осындай ағаш лопаткамен немесе бәрібір өзіңізге ыңғайлы лопаткамен араластырсаңыз болады. Осылай тоқтамай араластырамыз, біздің крем қою болғанша. Міне осылай қоюлана бастайды. Тоқтамай араластырамыз. Өзіңізге керек қоюлықта жасауға болады. Кішкене сұйықтауға болады, немесе тым қою қылып та жасауға болады. Міне біздің крем қоюланды. Енді астын өшіреміз. Креміміз міне қоюланды. Бұл ыстық болып тұрған кезде майды саламыз. Май ерігенше араластырамыз. Енді бұл кремді суыту керек. Ол үшін осындай шұңғылады салсаңыз болады, немесе ет табағы алсаңыз болады. Маған крем тез уақытта керек болып тұр. Сол үшін мен осындай ет табаққа оны құямын. Міне ет табаққа құйып алдым. Крем осындай қою болып шығады. Бұл суығаннан кейін одан ары қоюланады. Енді бұның бетін пищевой пленкамен жауып қоямын. Пищевой пленканы міндетті түрде бетіне жабыстырып жабамыз, былай в контакт. Егер де сіз жай ғана бетіне тигізбей жауып қойсаңыз, онда сіздің пленканың астына су тамшылары жиналады да, сіздің креміңіздің құрамын бұзып жібереді. Енді бұны салқын жерге қоямыз. Кемінде бұл менде жарты сағатта су керек. Крем менде суды дайын арнайы кондитерский мешокқа салып алдым. Немесе жай ғана қасықпен, лопаткамен де жағып шықсаңыз болады. Медовый корждарға жағып үлгі ретінде сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Қайнатпалы кремді медовый және Наполеон коржданына жағады, және торттың бетіне құяды. Эклер, профитроли сияқты пирожныйлардың ішіне құяды. Трайфл деген десерттарға қолданылады. Өте кеңінен қолданылатын универсалды крем қарапайым өнімдерден өте тез жасалынады. Видеоның соңында не көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.